Мен кітап видеоларына түсіп жүргеніме 3 жылдан асыпты. Осы 3 жылда біз өте көп, кейде даже мен ұялатын видеоларды түсірдік. В целом негізі камераның алдында жұмыс істейтін блогерлерге қарап, ютуберлерге қарап, сол біздің жұмысты кринжовый деп атайды. Но сіздерге бірден айтайын. Бізге бәрібір. Сәлем, менің есімім Тима, және осы видеода біз неге кринж ол нормальный зат екенін, басқалардың біртүрлі іс-әрекеттерін көріп, неге именно сен ұяласың, қандай жағдайда кринж сенің өміріңді жақсартуы мүмкін, ал қандай жағдайда керісінше құртуы мүмкін, және неге біз кринж жасаудан ұялмауымыз керек деген секілді қызықты тақырыптарды қозғаймыз. Кеттік. Әу баста кринж сөзі негізі ауру, немесе ауырсынудан қорқу деген мағынаны білдірген. Бұл ескі ағылшын тіліндегі крингдом, жауынгерлік терминінен шыққан. Ол жеңілу, құлдырау немесе соғыс майданында өлу деген мағынаны білдіреді. Барлығын кринжовать етіп тастайық! Кринж! Кринж! Біз полностью кринжовать етіп жатық! Ей, ишак, не жатсыңдар, кринжовать етпей, тұр! Басқа біреу ұятты бір іс істеп жатса, сен соны көріп өзіңде іштей ұялу сезімі пайда болады ғой. Вот осыны кринж дейді. Кейбіреулер оны даже испанский стыд деп атайды. Кринж сөзін статистика бойынша 2000 жылдың бас жағында өте көп қолдана бастады. Себебі сол жылдары комедиялық ең алғаш кринж жанрын алып келген Офис деген британдық сериал шыққан болатын. Қарапайым офис, британдық әзіл және басты кейіпкердің толық надан болуы көрермендердің таза кринж сезуіне себеп болды. Міне үзіндісі. Егер сіз бұл сериалды білмесеңіз, мүмкін оның америкалық более атақтырақ аналогын білетін шығарсыз. Көрмесеңіз, көруге кеңес беремін. Себебі бұл ситком әлі күнге дейін кринж комедиясының тамаша үздік үлгісі болып табылады. Hello, my lady. Michael? Ah, Are you Michael Scott? so Michael what? I'm sorry, I'm supposed to be meeting someone named Michael. Oh, that's not, yeah, I'm not. Michael? Michael? Large hot chocolate with caramel and a shot of peppermint. Ал қазіргі кезде блогерство, социальный приложениялар дамығаннан кейін в целом ең көп қолданылатын сөздердің бірі кринж сөзі рекордты жаңартты. Неге ол бізге ұнайды және не үшін біз кринж сезімін сезінеміз? Қоғамда жақсы өмір сүру үшін адам социумның жалпы орнатқан ережесіне бағыну керек. Осы ережелерді біреу бұзса, ол қоғамның қолдауынан айырылады. Ал ол өз кезегінде өмірінің сапасын айтарлықтай төмендетуіне алып келеді. Негізінен ұялу бұл біздің кейбір ережелерді бұзғанымыз туралы ескертетін эмоция. Бірақ бұл эмоциямен адам баласы тумайды екен. Шамамен адам 3-7 жасында ұялуды үйренеді екен. Қоғамдық ережені бұзған адамды көрсек, өзіміз бұзғандай сезінеміз. Әсіресе эмпатиясы жоғары адамдар. Егер сіз басқалар үшін көбірек ұялу сезімін сезінетін болсаңыз, онда сіздің эмпатияңыз жоғары. Бірақ түсініңізші, эмпатия ол жаны ашу деген сөз емес. Эмпатия ол тек сезіну. Ал сезінсе де жаны ашымайтын адамдар жетеді. Так, кринжді сезіну үшін басқа бір адам ұятты бір іс істеуі жеткіліксіз. Негізі адамдар ұятты жағдайларға өте көп тап болады, бірақ оның барлығын кринж деп атай алмаймыз. Себебі кринждің формуласы бар. Ол адамның әдейі күлкілі әрекет істеуі және оның бұл әрекеті күлкілі екенін білмеуі. Мысалы, басқа адамдардың көзінше құлаған адам мұны істегісі келмеді және ыңғайсыз жағдайда қалғанын түсінеді. Сондықтан ол кринж емес. Тура сол секілді адамдардың көз алдында жасалған қателіктер басқаларды міндетті түрде ұятқа қалдырады деген сөз емес. Абай айтпақшы, шынайы ұят пен надандық кринжін айыра білуіміз керек. Ұят екен, кринж екен деп дұрыс нәрселерді істеуден бас тартуға болмайды. Окей, кринждің шығу тарихын түсіндік. Не үшін адамдар ондай сезімді сезінеді деген секілді тақырыптардың бәрін жабайық болды. Енді мен сіздерге видеоның ең басында айтқанмын, не үшін біз кринж сезімінен ұялмауымыз керек деген ой тастаған болатынмын. Біз әлі күнге дейін кринжовый ситуациялардан қорқамыз ғой. Ал дәл қазір мен сол қорқыныштарды хоть кішкене болсын жеңуге көмектесіп және кринжға деген көз қарасыңызды өзгертуге тырысамын.
Біріншіден, 21 ғасырда социумның ережесін бұзу ондай қатты қорқынышты емес. Бұрынғы кездері көпшіліктің алдында позор болсаң, үйсіз, жұмыссыз қалып, лучше өле салғаным дұрыс дейтін. Ал қазір максимум YouTube'тағы топ 10 кринжовых ситуаций деген подборкаға түсесіз, и то оны көргеннен кейін бәрі бірден ұмытып кетеді. Екіншіден, байқасаңыздар, кішкентай балалар әр қашанда біртүрлі бір күлкілі, бір қызықты бір әрекеттер жасап жүреді ғой. Бірақ біз соларға қарап кринж деп айтпаймыз ғой. Себебі біз олардың барлық әлеуметтік ережелерді әлі білмейтінін түсінеміз. Олар былайша айтқанда өмір сүруді енді үйреніп жатыр, және олардың қателіктеріне қарап біз күлмейміз. Неліктен біз кішкентай бала сияқты қателік жасаудан қорықпайтын адам болмаймыз? Кез келген мамандықта сенен мықты істейтін профессионал адамдар болады. И сен не істесең де олардың көзіне кринж болып көрінесің. Бірақ олардың проблемасы ғой. Біз өзімізді кринж болудан қорыққандықтан жеке даму мүмкіндігінен айырып жатамыз. Сол қорқыныштың кесірінен. Сол дұрыс па? Конечно, дұрыс емес. Кринж моменттерді қауіп деп емес, керісінше пайдалы тәжірибе деп қабылдап көріңізші. И басқа бір адамның іс-әрекетінен кринжді сезінсеңіз, соған анализ жасаңыз. Ол не істеп жатыр? Неге және мен одан ұялу сезімін сезініп жатырмын деген секілді. Кринждің себептерін түсіну арқылы сіз өзіңіздің жеке әлсіздіктеріңізді анықтай аласыз. Сонымен қатар прожектор эффектісін ұмытпау керек. Ол не? Басқа адамдардың сізге деген назарын асыра сілтеп қабылдау. Онымен қазір көбісі қиналып жүр. Және мына кісінің ұят деген видеосында өзіме керемет жаңа бір термин аштым. Ол сондер. Айналадағы әрбір адам тек өзі туралы алаңдайтыны туралы шындықты сипаттайтын термин. Шын мәнінде барлығы сіз ойлағандай сізге мән бермейді, және ешкім сізді ойламайды. Осыны миыңызға енгізгеннен кейін ғана жұрттың ойын екінші орынға қойып, ұят, кринж дегендерден қорықпайтын боласыз. Осының бәрінен жалпы қандай қорытынды шығарсақ болады? Кринж жеке сіздің дамуыңызға кедергісін тигізіп жатса, онда сол кринж сезімін сезініп жатқан адамдардың проблемасы болсын ол. Айналаңыздағы адамдарға зиянын тигізбейінше, ұят болсын, кринж болсын, ол шектеуден басқа ештеңе емес. Жалпы менің айтарым осы. Рахмет, сіздермен бірге болған мен Шахаров Дима және Кітап ал қош. Сау болыңыздар.